Раббымыздың мейірімділігі, Раббымыз бізге садақа береді екен да. Имам Муслимде жететін хадис, сендердің дейді, Пайғамбарымыз айтады. Шапырға шыққан кезде 4 ракаттық намаздар 2 ракатқа қысқартамыз ғой біз. Ол Алланың сендерге берген садақасы дейді. Оны қабыл алыңдар дейді. Алла бізге садақа береді. Бақи ибн Махлаттың Муснат деген кітабында айтады. Алла тағала дейді, құлына күнде садақа беріп тұрады дейді. Ол садақа, ол оған дейді Алла тағала илхам қылып қояды, өз-өзін еске алу дейді. Алланы еске алып жатсыз ба? Субханалла, Раббым, шүкір. Я Раббым, сен екенсің ғой беріп жатқан. Я Раббым, сен екенсің ғой алып жатқан. Я Раббым, өзің екенсің ғой деп, сен Раббыңды қашан еске алып, ой пәленше деген зікір бар еді деп, соны ол Алланың сізге беріп жатқан садақасы дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Алланың сізге беріп жатқан садақасы дейді. Сіз ойлайсыз, мен деп, жоқ, Алла садақа беріп жатыр. Хасан Аль-Басри айтады, мен ойламаймын дейді. Алла тағала Алладан кешірім сұрап жүр, истиғфар ет. Астағфирулла, Раббым кешірші деп жүрген адамдар ғой. Соны Алла тағала азаптайды деп ойламаймын дейді. Сол кезде адамдар сұрайды, неге деп. Алла өзі айтқызып, өзі азаптай ма не дейді. Кім айтқызбады?